бәрі химия салып жатыр. Селитраны нормадан көп беріп жеп жатыр ғой адамдар. Өте қажет болмай жатыр. Өзіңіз енді жалпы салып көрдіңіз ба негізі? Былтыр дарбыз шығарғанбыз енді. Қалай болды? Хит болды ғой. Дәмі қалай? Дәмін айта алмайсың ғой. Ондай дарбыз жемеген едім. Пәленбай жылдан бері жемеген едім ондай дарбызды, біраз сөйледі. Өздеріңіз көріп отырған кейіпкеріміз аталған кәсіпті отбасылық бизнеске айналдырыпты. Отбасы жетекшісінің айтуынша жылына 3 миллионнан асырып пайда көреміз. Қожеге, биыл қанша ектіңіздер пробаға? Мына 8.000 егетін жерге 5-ақ мүштік ектік пробаға. Иә. Мына аптан егілген жерге ектік. Еш жердің күш қуаты жоқ мына жерде. Осы жарты литрден биогомстан салдық. Осындай дәрежеге жетті. Литрада бермес, қалай болады екен бұл деп пробаға істедік. Ұрпағың. Мына дарбызды туылған балаға да емізуге келіншектерді жесе ауырмайды деп өзім ойлаймын. Тағы табиғи. Бұл бірақ жалқаулар сенбейтін тірлік дейсіз ғой. Оған. Мойын жар бермейтіндер болмайды оған. Иә. Құдай қаласа бұны баққан соң махаббат беру керек те осы шанға. Пейнеті бар, ол өзіне лайық. От души бар. Машалла. Бірақ пейнетіне зейнет деймін, Құдай қаласа пайдасы да бар. Өзіміздің супермаркеттерге де бұны таза табиғиға қойса қымбат жүреді бұл. Кәдіргіден 100 теңге дарбыздың арасында 300 теңгеден өтеді. Дәрісіз эко дарбыз деп, е? Эко дарбыз. Иә, адам бәрі сол денсаулық ойлап қалды ғой қазіргі уақытта. Иә. Бәріміз сол. Үнемі айтады ғой жаңағы, аурудың бәрі жасарып кетті қазір деп ше. Кішкентай балағайын ауырады. Не болып туылып жатыр анау? Тула салсын ТЦП болып. Миы. ТЦП дейді ғой. Нәрсе, сондай ауыр көп мода болып кетті ғой. Аяғы бір нәрсе кетті. Соның бәрі әке-шешесінің жегеннен шығады ғой мысалға. Не жейсің содан шығады ғой ұрпағың. Сол үшін өтпей жатыр деп жатқан вермий фермерлерге қандай кеңес айтасыз? Ой, олашан сатып не ақ қойыңдар. Көбейтіп биогомысқа өтейік, Құдай қаласа. Биогомысқа жұмыс істеңіздер деді. Жегенде бар, жемегенде бар. Таза табиғи. Не надо, Ассалаумалейкум. Сағат таңғы 6. Биогомысқа піскен қабызға бара жатырмыз. биогомысқа піскен дарбызға охотаға шықтық. Ұйықтамадық жөнді. Ұйықтанбаған. Түркістаннан Сарыағашқа келдік. Қайыз бидет бет? Ал, бисмилля. Поляға келдік. Қарабызды артатымыз. Таза биогомысқа піскен қарабыз. Кішкентай көлемде беріп көрген. Енді келесі жыл одан да көп көлемде берейін деп тұр. Құдай қаласа қарабызды. Мына мысалға тығыншықтай болғанмен іші тығыз екен ше бұл қарбыздың ше. Қарбыздың салмағы оның үстінде мұны. Ондай шықпайтын секілді, бірақ оның үстінде мынаның өзі 7-8 кило шығады екен. Берекесін берсін, диқанға берекесін берсін. Міне, бисмилля, ассалаумалейкум. Бүгін Марат ағамызбен хабарласып, вермий фермер Марат ағамыздың мына Қожахмет деген інісі екеуі осы биогомысқа арнайы еккен мына қарбызда. Дәмі енді керемет, ешқандай селитра не қосылмаған. Қожеге, биыл қанша ектіңіздер пробаға? Мына 8.000 егетін жерге 5-ақ мүштік ектік пробаға. Иә. Мына аптан егілген жерге ектік. Еш жердің күш қуаты жоқ мына жерде. Осы жарты литрден биогомстан салдық. Осындай дәрежеге жетті. Литрада бермес, қалай болады екен бұл деп пробаға істедік. Машалла. Кішкентай 6 кило алды, 12 кило сондай болды. 12-13 кило болды. Сол биогомстан арқасында осындай литра бермесіңдер деп адамдар дарбыз аламайсыңдар деп. Жер аттан тынған жер деген еді, бірақ Құдайға мыңда шүкір. Әртөр жарты литр биогомстан бердік, әртөр суын бердік. Болды басқа. Үстіне де химикат баяғыда дарбызға шіреге шашатын ем. Ода шашпадық. Бір житки биогомстан бетіне шаштық. 2 рет. Болды. Содан кейін осындай болды дарбыздар. Биыл екінші жылда салмағы өтті ауыр.
Тығыз. Тығыз, Нұрхат бауырымыз Түркістан тола дарбыз қазір 1000 гектар дарбыз бар. Сояқтан заказға осы біздің Бешқұрға келіп әкетіп отырмын. Газель. Адамдар осы жақтан әкетіп берді, Түркістан адамдар заказ берді. Түркістанға кетіп отыр қазір. Құдай қаласа, міне 25 отбасыға кетіп жатыр. Әрқайсысы 20-30 дарбыздан барлығы сол табиғи өнім қолдаушылар. Бала шағаға дәрісіз қарбыз жеймін деп, мынау Қожахмет ағам айтпақшы, Түркістанда дарбыз жетеді қазір. Бағасы түсіп жатыр күннен күнге. Бірақ сонау жерден осы Сарыағашқа келіп алып жатырмыз. Өзіміздің газеліміз, бауырларымыздың. Мына жерде бірінші жыл егіліп жатыр ғой. Мына жер шаршаған жер, дұрыс па? Мына шөбін көріп тұрсыздар. 1045 шөптің түрі бар екен мына жерде. Бірақ осының ішінде осындай қарбыз өсіп тұр. Мына шөптердің өскенде жақсы болып тұр қазір. Қарбыздарға көлеңке болып. Құдай қаласа, келесі жылға қандай жоспар бар? Келесі жылға Құдай қаласа 1 литрден береміз деген жоспар қылып жатыр енді. Түбіне, қоюынан. Қоюынан. Қоюынан ба? Берсек, мына жарты литр сәл аз қылды ма дедік. Кішкене көлемі жағынан ба? Иә, көлемі жағынан. Көлемі де жақсы, бірақ біз мына жерге аз ектік, оның үстіне 5000 күштік ақ. Мына жер шаршаған жер ма негізі? Иә. Осындай шаршаған жерден осындай егіліп әптен өнім шығып тұр ғой. Өнім шығып. Диқандарға қандай кеңес бересіз? Диқандарға қандай кеңес беремін? Биогомс істетсін. Биогомстан жақсы болады екен негізінде. Машалла. Качественный товар. Өзің кеп тұрсың мысалы Түркістаннан. Иә. Осыған бола. Өзің 1000 гектар дарбыз бар жерден. Осы дарбыз жеуге түнгі сағат 4-те келдің. Түнде шыққанбыз біз. Соны жүріп келіп, ұйқы жоқ қазір. Бірақ осы бала шаға қамы үшін келіп тұрмыз. Өзің дәмін жеп көрдің, енді кетіп жатсың міне. Аллаға шүкір. Клиенттеріңе Құдайға шүкір. Ұялмайсың өреш. Ұялмайсың. Тығыз, мына кішкентайының өзі кемі 5 кило. Ауызы толтырып айтатын. Иә. Не болып тұр ғой? 6 кило. Мына Марат ағамыз, верми фермер. Ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Марат аға, жалпы осы шылаушын кәсібі, шылаушыннан өндірілетін биогумус жайлы айтып кетсеңіз. Кішігірім, қандай кәсіп бұл, қандай пайдасы бар? Оның пайдасын байының адамдар шылаушан бағу керек қой, Құдай қаласа. Қазіргі заманда ма? Қазіргі бұл 10% банктың процентінде қатты өседі екен де, ол қатты көтеріледі, қатты көбейеді шылаушан. Қарауын келтірсең болады, Құдай қаласа. Бұл бірақ жалқаулар сенбейтін тірлік дейсіз ғой? О, мойын жар бермейтіндер болмайды оған. Иә. Құдай қаласа бұны баққан соң махаббат беру керек те шылаушанға. Пейнеті бар, ол өзіне лайық. Души бар. Машалла. Бірақ пейнетіне зейнет дейді ме, Құдай қаласа пайдасы да бар. Иә. Бұда банкрот жоқ. Пайда, Құдай қаласа. Бұны шылаушан сатудың емес, биогумус өндіру керек. Негізгі мақсат биогумус өндіру ғой? Табыс ол өзі. Биогумус. Алла қаласа. Көбі 7-тің, 100-гі, 1000 куб. Бақытжан аға 5000 куб шығарам деп отыр ғой? Иә. Ақшаның несін калькуляторыңа ақша сималайын деп отыр ғой? Иә. Алла қаласа. Одан да көбейтеді. Менде бір 1000 квадрат жерім бар, сөйтіп бір толтырып алсам, Құдай қаласа бізді шығарам, бұйырған. Биылша Құдай қаласа бір 120 куб шығарсам, соны пұлда болса, Құдай қаласа. Берекесін берсін. Құдай қаласа. Жалпы мусор болып жатқан көңнен шылаушынға беру арқылы тыңайтқыш өндіруге болады дейсіз ғой? Иә, Құдай қаласа. Әкет дейді ғой, үйіне барып. Әкетші дейді. Қара алтын. Мусор тастаймын. Қазір менде тығыз жерім бар, 100 квадрат оқшым, былтыр сентябрьдің 20-сынан бері жатқан. Сөрге көрші берем, бір апта 10 күнде көрші, маған товар шығып жатыр ғой, біреудің мусорына келесің, боқ көрші. Бересің, боқты. Боқтан ақша үсті десіңші? Товарын вид шығарады ғой, құршай қап-қара қып. Жоқ қып жере ма? 100 квадрат? 10 күнде ғой, 10 күнде ма? Көрші бір бетіне 30 араба берем, бір бетіне 30, көрші 60, неқа бір 40 арба, 100 арба берем, 100 арбаны 10 күнде маған товар шығарып береді ғой. Машалла. Үнемі айтамын ғой, бұл кәсіп екіге бөлінеді деп ше, шылаушын көбейту, сосын биогумус өндіру бағыты. Февральда тасталғаным бар, уже олар да аш жатыр да уже. Жақсылап ашты болып, одан кейін оларға беру керек уже болды. Биогумус өндіру бағытына өту үшін бірінші шылаушынды көбейтіп алу керек қой? Обязательно. Жақсылап қараса, көбейсе, үстіне 5 сантиметр, 10 сантиметр берген сайын олар жіп тастай береді. Айтамын, бірақ та 10 күнде екен ғой. Бөліп алам деп бердім де бір күні қолым тимей қалды, осы дарбызбен жүріп қалдым. Бөліп алып мына жаққа тастайын десем, уже биогумус тастағанда уже тағы бермесең болмайды уже. Иә. Ата жоқ қойғанда, бір апта 10 күн болған ғой. Мына уже бұл биогумус бағыты да. Көрдіңіздер ме? Су бере береді, мен тамағын берем. Уже қарасаң
бөліп алайын десем уже биогумс қойған ғой. Тағы беру керек те одан кейін уже. Полный биогумс қой, бірақ оның ішінде. Шылау үшін өтпей жатыр деп жатқан верми фермерлерге қандай кеңес етесіз? Ой, олшан сатып не қояқ қойыңдар. Көбейтіп биогумсқа өтейік құдай қаласа. Биогумсқа жұмыс істеңіздер десеңізші. Биогумсқа жұмыс істеп анау бір не бақшаға не істеп жатыр ғой. Соның бәрін не қылсақ, Құдай қаласа. Кәсіподақ құрылса, одақ құрып, құдай қаласа, кооператив қолымызға құрылса. лицензиямыз болса, мынандай дарбыздарды бар ғой біз. Қымбатынан ұруға болады. экспорттаймыз десеңіз сол кезде. Экспортқа Міне қымбатынан алла қаласа. биогумстың нәтижесі, бауырлар. Керемет. Қымбатынан. Өзіміздің супермаркеттерге де бұны таза табиғиға қойса, қымбат жүреді бұл. Кәдімгіден 100 теңге дарбыздың арасында 300 теңгеден өтеді. Дәрісіз эко дарбыз деп, Эко дарбыз. Иә, адам бәрі сол денсаулық ойлап қалды ғой қазіргі уақытта. Иә. Бәріміз сол. Үнемі айтады ғой жаңағы аурудың бәрі жасарып кетті қазір депші. Кішкентай балағайын ауырады. Не болып туылып жатыр анау. Тула салсымен ТЦП болып. миы. ТЦП дейді ғой. Нәрсе, сондай ауыр көңіл мода болып кетті ғой. Аяғы бір нәрсе кетті. Соның бәрі әке-шешесінің жегеннен шығады ғой мысалға. Не жейсің содан шығады ғой ұрпағың. Мына дарбызды туылған балаға да емізуге келіншектерді жесе ауырмайды деп өзім ойлаймын. Таза табиғи. Болды, Мәке, Алла берекесін берсін, Құдай қаласа. Құдай қаласа. Құдай қаласа береке берсін. Аман есен жетіп алайық бізде. Құдай жолдарын берсін. Не надо снимать меня, Поляның басында жүріп, қарбыздың жүрегін жемесең, не сәнің ол? Мұны жүрегі машалла. Қарбыз артылды да, биогумстың. Мынандай жүректі жеп көргестер ма? Қарбыздың. Жеген дәрманда, жемеген дәрманда болып тұр ғой. Жарып қалған екен. Соны жеп жатырмыз, ысырап болмасын деп. Ой. Бисмилля. Көп кішкентай мынау ше. Бір 5 кило шығарма сондай, бірақ дәм жақсы, машалла. Берекесі берсін.